Құрметті оқырмандар, аудан тарихының алтын беттері атты топтамамызды жалғастырамыз. Астығымен аты шыққан облысымыздағы айтулы ауданның бірі Осакаровка ауданының құрылғанына биыл 80 жыл толып отыр. Осыған орай Осакаровка ауданының тарихынан сыр шертетін кітап көрмесінің бейне шолу ұсынамыз. Осакаров ауданы Қарағанды қаласының солтүстігінде орналасқан, 1940 жылы құрылды. Орталығы Осакаров кенті. Ауданда Молодежный кенті және Үйлеш елді мекен бар. Аудан көлемінде екі қала құраушы кәсіпорын Қаныш Сәтпаев атындағы канал мен Қазақмыс корпорациясына қарасты Молодежный көмір кеніші жұмыс жасайды. Аудан тарихына тоқталатын болсақ, кешегі Қызыл империяның жойқын соққысын көрген өңірлерінің бірі. Ұжымдастыру ұранына ұшырап, артынша түрлі сылтау мен туған жерінен қуылған азаматтар арнайы әкеп қоныстандырылды. Тың игеру жылдары өзге республикадан мыңдаған жас өрендер көшірілді. Осылайша бұл аудан облыстағы ең интернационал аудандардың қатарына енді. Ауданда 56 ұлт өкілдері тұрады. Сонымен бірге Осакаров ауданының территориясы туризм, балық аулау және аңшылыққа үлкен қызығушылықтар тудырады. Осакаровка атауының төл мағынасы зерттеушілердің пайымдауынша қар қалың түскендіктен аса қарлы деп айтылады. Кейбір деректерде Осака өсімдіктің атауы, сонымен қоса тарихи атауы Шектібұлақ, Бұйратау, Сарыбел деп те кездесіп жатады. Ал кейбір деректерде Отарлау үкіметінің шенеунігінің Мұшықтың фамилиясы деп те аталады. Әрине бұл туралы нақты ақпараттардың бәрін біз кітаптар мен журналдардан, газеттерден оқып білеміз. Тарихшы ғалым Мәулен Жакиннің Осакаров ауданының топонимикасы атты кітабы. Бұл кітап географиялық, тарихи және тілдік негізгі мәселелерді қарастырған. Кітап Қарағанды қаласында 2015 жыл жарыққа шықты. 19-20 ғасырлардағы Осакаров ауданына қарасты аймақтардың географиялық жер-су аттары мен сұлбалық картасы болып табылады. Кітап өлкетанушыларға, тарихшыларға, гуманитарлық саладағы ізденушілерге, қалың оқырманға арналған. Сонымен қоса қызыға оқитын кітап өлкетанушы Геннадий Головченконың «О край мой, Осакаровский родной, моя судьба, моя любовь, доля» атты өлкетанулық мақалалар жинағы. Кітапта аудан тарихы, әдебиеті мен мәдениеті, ауыл шаруашылығы, экономикалық даму жайында мәліметтер баяндалған. Келесі атап айтатын еңбек «История района» газетінің строкой кітабы. Бұл кітапта 1957 және 1991 жылдар аралығындағы газет бетіндегі Осакаров ауданының тарихы туралы мақалалар жинақталған. Кітап зерттеушілер мен өлкетанушыларға, қалың оқырмандарға арналған. Қарағанды облысының аудандары туралы үш тілде 2016 жылы жарық көрген Сарыарқа қазыналы өлке атты фотоальбомы. Бұл кітаптан Осакаров ауданы жайында қызықты мәліметтер алуға болады. Көркем безендірілген кітап. Оқып білуден, үйренуден жалықпайды. Ғылым беделге тоқталмайды, дәлелге тоқтайды. Олай болса оқып, дәлелмен сөйлеуді үйренейік. Құрметті оқырмандар, Осакаровка ауданының 80 жылдық мерейтойы құтты болсын. Назарларыңызға рахмет.